Осы ашарға дәмі өте керемет болып шығатын оңай салат дайындаймыз. Ең бірінші колбасамызды, қайнатылған жұмыртқамызды, помидорымызды, қиярымызды, жүгерімізді және де қытырлақ керешкемізді, тұзымызды дәміне қарай майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді тіске басар дайындайтын боламыз. Қайнатылған жұмыртқамыздың ортасын екіге бөліп, дәл видеодағыдай екеуін бірінен ажыратып алатын боламыз. Укроп немесе көкпияз қандай көкөніс бар үйіңізде, соны жұмыртқаның сарысына араластырып, жаңағы жұмыртқа үстіне кішкене тұзымызды салып, майонезімізді қосып, дәл видеодағыдай жұмыртқамыздың ағының ортасына салып шығамыз. Үстіне қытырлақ керешкелерімізді қойып, өзіңіздің қалауыңызша сәндесеңіз де болады. Міне біздің дәмді, оңай, тойымды тіске басарымыз дайын.